Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін инстаграмға қалай ссылка қоюға болады жөнінде айтқым келіп отыр. Сонымен қатар музыканың да қойылуын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін историяға кез келген бір шаблонды аласыздар. Содан кейін ссылканы таңдап алып, жүктеп алған ссылканы қоясыздар. Оған атау берсеңіздер де болады. Осылай. Содан кейін музыка қоюға болады. Ол үшін музыка дегенді таңдап аласыздар да, өздеріңіздің шаблондарыңызға сәйкес музыканы таңдап аласыздар. Осылай поискі іздеп таңдап алуға болады. Және де әрі қарай өздеріңіздің қалауларынша әсемдеп салуға болады. Көріп тұрғаныңыздай маникюрге қатысты тақырып алынғандықтан маникюрге байланысты стикерді іздеп қойған болатынмын. Сіздер де өздеріңіздің тақырыптарыңыз бойынша қоюға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі бағытта әсемдеуге болады. Егер де пайдалы ақпарат ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.